Президенттің бастамасымен Арыс қаласындағы Тараз мөлтек ауданынан 600 орындық мектеп биылғы жылы пайдалануға берілді. 1 қыркүйекте алғашқы оқушыларымыз мектеп есігін айқара ашты. Мектебімізде 540 оқушы білім алуда. 540 оқушыға 42 ұстазымыз білім беруде. Мектебіміз соңғы үлгідегі заманауи жабдықтармен жабдықталған. Пән кабинеттеріміз бар, физика, химия, биология кабинеттеріміз және STEM кабинеттеріміз, робототехника, компьютермен қамтамасыз етілген, компьютер сыныптары бар. Барлық сыныптарда интерактивный панельмен қосылған және интернет желісіне барлық сыныптарда жалғанған. Мектебімізде 2 спорт залымыз бар, бірі үлкен, бірі кіші. Және мектепте 180 орындық асханасы бар, мектептің оқушыларымызға арналған. Және арнайы зертханаларымыз бар, оқушыларымыз дайындалатын. Бұл мектепте шынында да жұмыс жасау барысында байқағаным, оқушыларға да, ұстаздарға да барлық мүмкіндіктер, барлық жағдай жасалған байқадым. Оқушылардың жеке қабілеттерін ашуға, қосымша үйірмелерге қатысуына барлық мүмкіндіктер, барлық жағдай жасалған. Ата-аналарға да, оқушыларға да өте қолайлы.